Бірер күннен соң оқу жылы да аяқталады. Биыл өңірде 14 мыңға жуық оқушы жас түлек атанып, 670 оқушы алтын белгіге. Ал 1182 түлек өздік аттестатқа үміткер. Бұл туралы облыстық білім басқармасының басшысы мәлімдеді. Биыл облыс оқушылары халықаралық және республикалық білім, ғылым, өнер және спорт жарыстарында жоғары нәтиже көрсетіп, жалпы саны 468 медаль жеңіп алды. Сонымен қатар 113 педагог халықаралық және республикалық байқаулардың жеңімпазы атанды. Республикалық ғылыми жобалар конкурсында Жамбыл облысының командасы 17 жыл қатарынан ең үздік команда атағын сақтап қалды. Ал қоғамдық гуманитарлық пәндер бойынша республикалық олимпиадада өңір құрамасы бірінші орынды иеленіп, ең үздік олимпиадалық команда атанды. Облыс бойынша 531 орта білім беру ұйымын 245 мыңнан аса оқушы аяқтайды. Оның ішінде 23253 оқушы 9 сыныпта аяқтаса, 14437 түлек 11 сыныпта аяқтағалы отыр. Биыл өңірде 670 оқушы алтын белгіге, ал 1182 түлек үздік аттестатқа үміткер. Ұлттық бірыңғай тестілеуге 11911 түлек қатысуға ниет білдірген. Бұл барлық мектеп бітірушілердің 82,5%. Айта кетейік, биылғы бұтыда облыстың 2 оқушысы 140 балл жинап, ең жоғарғы нәтиже көрсетті. Сондай-ақ мектеп бітіру кешіндегі қауіпсіздік шараларда сөз болды. 25 мамыр күні барлық мектепте білімім отаныма атты бірыңғай республикалық сынып сағаты өтеді. Сонымен қатар мектеп бітіру кештерін мейрамханаларда, табиғат аясында немесе ойын-сауық орындарында өткізуге, автокортеж ұйымдастыруға және таң қарсы алу шараларына тыйым салынған. Бұл талаптардың орындалуын бақылау үшін мобильді топтар мен түнгі рейдтер ұйымдастырылмақ. Нұрдәулет Мұса, Айдос Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.